Армысыздар, Келеқой қайтарының бүгінгі шығарылымында біз Жүсіпбек Айматовтың Күнікейдің жазығы повесін талқылайтын боламыз. Жұлдызай, повестің тақырыбының өзі адамға ой саларлықтай. Күнікейдің жазығы. Сонда Күнікейдің күнәсі қандай? Повестегі Күнікейдің жазығы ол сүйген адамына қосылу үшін ата-бабадан қалған салт-дәстүрден аттап өтуі. Ал қазіргі қоғамда сол көне салт-дәстүрлер орын ала ма? Менің ойымша, қазір 21 ғасыр. Сондықтан ол салт-дәстүрлер қазіргі қоғамда жоқ. Оған мен де қарсымын. Басты кейіпкерлерге келетін болсақ, Шекер, оған деген көзқарасың қандай? Шекер ол басты кейіпкер Күнікейдің анасы. Бұл кейде етікші тұяқтың еңбегіне рахмет ретінде өзінің қызын тұяққа береді. Бірақ дегенмен рахмет ретінде өзінің қызын бергенімен соңында қызына бір жақсылық ойлады деп ойлаймын. Менің ойымша, Шекер Күнікейдің бір ауыз сөзін тыңдау керек еді. Күнікеймен санасу керек еді. Дегенмен ол ана өзінің перзентіне бір жақсылық ойлаған шығар. Егер менің анам осындай іс-әрекетке баратын болса, мен оған қарсы болатын едім. Ал повестен өзіңе ерекше ұнаған үзінді бөліктерді айта аласың ба? Менің есімде ерекше орын алған ол Байман мен Күнікейдің алғаш кездесуі. Бұл кездесуде ерекше махаббат оқиғасы көрініс алады. Ал сен бұл повесті кімдерге оқуға кеңес берер едің, өзіңе ұнады ма? Менің ойымша, повест күрделі, сондықтан да оны 15-16 жас аралығындағы оқушыларға оқуға кеңес беремін. Сіздерді де біздің қатарымызға қосылып кітап оқуға шақырамыз. Назарларыңызға рахмет.